Өміріңізді өзгертуге арналған 4 апта. Білесіз бе, адам өмірін өзгертуге небәрі 4 апта кетеді, барлығы 1 ай. Сіздің өміріңізді жақсы жаққа өзгерту үшін 1 ай ғана өз бетіңізше жұмыс жасаңыз. 1 айдан кейін сіз өзіңізді танымайсыз. Әрине 1 айдан көп жасасаңыз тіпті жақсы, бірақ бұл өзіңізге байланысты. 1 апта дене мен сананы тазарту. Таңғы 6-да ояну. Күні бойы ешқашан жетпейтін уақыт бірден пайда болады. Мұның себебі тыныштық. Сіз бәрі ұйқыда жатқанда өз ісіңізді алаңдамай жасай аласыз. Бұл таңертеңгілік жаттығулар үшін денені сол күні 100% өмір сүруге бейімдеу үшін тамаша уақыт. Жалқаулық ерте тұруды қаламау бұл шаршаудың көрсеткіші емес. Бұл сіздің сүріп жатқан өміріңізді қаламайтындығының көрсеткіші. Неліктен төсектен тұру керек? Тағы да мұңды таң, автобус, кептеліс, жұмыс, тағы басқа ойлар. Егер бірінші ой таңертең жаңа күн деген сезіммен ерте оянсаңыз, бұл күн қиын болуы екіталай. Өмір барлық түстермен ойнайды және жарқырайды. Сіз таңертең оңай оянсаңыз, өміріңіз де жарқырай түседі. Жеңіл тамақтану. Алдағы өзгерістер үшін бізге орасан зор энергия қажет. Ол қазір біздің денемізді қалыпты, жұмыс істейтін күйде ұстауға жұмсалады. Алкоголь, темекі, ауыр майлы тағамдар, кондитерлік өнімдер, тәтті тағамдардың әсеріне қарамастан, әркімнің өз әлсіздіктердің өз тізімі бар. Дәлірек айтқанда, алкоголь, чипсы, фастфуд, тағы басқа дұрыс тамақтанудың кез келген тұжырымдамасына сәйкес келмейді. Сондықтан мұның бәрін алып тастау керек. Ұйықтар алдында тойып тамақ ішпеңіз. Ең бастысы токсиндерді жою. Мүмкіндігінше жеңіл, пайдалы, дәмді тағамдарды пайдаланыңыз. Сізде энергия қалыптасады. Спорт. Физикалық дененің тонусы мен денсаулығы рухани денсаулықтың міндеті шарты болып табылады. Ал қозғалыс өздеріңіз білетіндей өмір. Сонымен шаршаған денеде өмірді ояту үшін оны қозғау керек. Сізге сәйкес келетін кез келген жолмен. Мен йога, жүгіру және биді ұсынар едім. Күн сайын көбірек қозғалуға тырысыңыз. Кез келген түрде. Жұмысқа бара жатқанда айна алдында билеу, лифттен бас тарту және баспалдақпен жүру. Жаттығу залына бару міндетті емес. 2 апта кеңістікті, істерді және қоршаған ортаны тазарту. Барлығын тастаңыз. Барлық бұрыштарда, барлық сөрелерде, шкафтарда, барлық жерлерде тәртіп орнатыңыз. Ескі қолданбайтын заттардан арылсаңыз, жаңа затқа орын босатасыз. Ойлаңызшы, сіздің үйіңіздегі әрбір нәрсе кеңістіктің бір бөлігін ғана емес, сонымен бірге сіздің энергияңыздың бір бөлігін де алады. Мейлі ол кішкентай зат болсын. Сізге ұнайтын, шабыттандыратын, шынымен пайдалы және дұрыс нәрселерді ғана қалдырыңыз. Егер сіз әлі де 2005 жылдың 14 ақпанды сүйіктіңіз сыйлаған аюды сақтасаңыз және сүйіктіңізбен араласпаған болсаңыз, мұндай жағымды естеліктер сіздің жаныңызда орын болмау керек. Ойланбастан құтылыңыз. Тыныс алу оңайырақ болады. Әсіресе егер сіз барлық жерде шаңды сүртіп, еден жусаңыз. Істер мен міндеттемелерді тазарту. Айталық ағылшын тілін қанша жыл үйренгіңіз келсе де, ниетіңіз болмай, жолы түспей-ақ қойды. Айым апайға қанша келуге уәде бересіз? Жаңа жылдық жоспардан сіз әр жаңа тізімге жылдар бойы қанша элемент жібересіз? Өзіңізге және басқаларға берілген барлық осындай уәделерді еске түсіріп көріңізші, және олармен не істеу керектігін шешіңіз. 2 нұсқа бар. Біріншісі жасаңыз, екіншісі олардан мүлден бас тартыңыз. Тізімнен мәңгілікке алып тастаңыз. Бірақ егер сіз айым апайыңызды сызып тастай алмасаңыз, міндетті түрде уәдеңізді орындаңыз. Жауапкершілік пен өз-өзіне қанағаттанбау жүктемесін алып жүрудің орнына іске асыра алатын тірлікке көшіңіз. Қоршаған ортаны тазарту. Сізді артқа тартатын барлық қарым-қатынастарды аяқтау керек. Себебі депрессияға ұшырайсыз.
мәңгі сынайтын және бәріне үнемі риза емес адамдармен, ортақ байланысыңыз жоқ, үйренетін ештеңесі жоқ адамдармен қарым-қатынастардан бас тарту. Өзіңізге алғыссыз, әдепсіз, ақылсыз болуға рұқсат етіңіз. Егер бұл еркіндіктің бағасы болса, ең бастысы ата-анамен тығыз қарым-қатынаста болу керек, қаншалықты қиын болса да. Достар, осы тақырыптың жалғасын келесі видеода жалғастыратын боламын. Егер сіздерге ұнап жатса, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Және каналымды қолдап, маған тіркеліп кетулеріңізді сұраймын.